Баршаңызға сәлем. Бүгін мен сіздермен капкейктің рецептімен бөлісетін боламын. Алдымен бір ыдысымызға 10 какао разрыхитель содамызды салып, бір келке етіп араластырып аламыз. Одан кейін жұмыртқамызға қантымызды салып, жұмыртқамыздағы қант ерігенше бір келкі етіп араластырып шығамыз. Қантымыз ерігеннен кейін сүт, сұйық майымызды құйып, бір келкі масса болғанша араластырып шығамыз. Біздің сұйық массамыз дайын болған кезде құрғақ ингредиенттерімізді салып, бір келкі араластырып шығамыз. Дайын болғаннан кейін 2 ас қасық ыстық суымызды құйып, жақсылап араластырамыз. Дайын массамызды кондитерлік мешокқа салып, капкейктеріміздің ыдысына бір қалыпты етіп құйып шығамыз. Духовкаға салып пісіреміз. Енді кремін әзірлейміз. Творожный сырымыз бен сахарный пудрамызды бір келкі масса болғанша араластырып аламыз. Үстіне сливкиімізді құямыз. Қою болғанша араластырамыз. Мен қызыл түс қостым. Енді дайын кремімізді кондитерлік мешокқа салып, капкейгіміздің үстіне әсемдеп құйып шығамыз. Біздің капкейкіміз дайын. Баршаңызға ас болсын.